Иә, дұрыс айтасыздар. Мен сол аралдың тумасы ретінде ол дұрыстың барлығының қалай өндіріліп жатқанын, қалай алынып жатқанын, бүкіл арал еңбеккерлерінің саласында жұмыс істеген көзіммен көргенмін. Ендігі қазіргі жағдайда ол Қытайдың қатысуымен ол тұздың бұзылып кеткені анық болып тұр. Бұл кісінің айтып отырғаны барлығы дұрыс. Сондықтан да мен де сіздің осы кісінің айтып отырған сөзіне қосыламын. Бүткіл ел болып, халық болып осының барлығын жан-жаққа таратып, қалай да арал тұз деген тұзды алмауға тырысуымыз керек. Өйткені біздің келешегіміз, балдардың келешегі өміріне қауіптенуі мүмкін. Сондықтан да осы тұзды алмай, басқа тұзды алуға мен де үн қосамын. Осыны лажы болса барлық достарымызға, жақындарымызға таратып, қалай да қазақстандықтардың барлығын арал тұздан бас тартуына үн қосуымыз керек. Өйткені бұл өте қауіпті жағдай. Енді бұл кісінің айтып отырғаны өте дұрыс. Өйткені түс көрдім дейді, маған жаңағы бір алладан бір құдірет сондай келді дейді. Соны халыққа таратпасам болмайды деп айтып отырғаны ол дұрыс. Өйткені болашақты ойлап отыр, келешекті ойлап отыр, балдардың өмірін ойлап отыр. Сондықтан да барлығымыз үн қосып, бүкіл қазақстандықтар болып алмауымыз керек. Иә, дұрыс айтасыз. Егер біз алатын болсақ, ол Қытайдың бизнесіне, яғни Қытайдың өндіріп отырған өніміне біз қолдау жасағандай боламыз. Ал егер алмасақ, сіздің айтуыңыз бойынша ол тоқырауға ұшырауы мүмкін. Мен осыны қолдаймын. Сондықтан да барлық қазақстандықтарға осы үндеуді таратуымыз керек. Қалай да қолымыздан келгенінше. Енді үкімет басындағылар бұны ести ма, естімей ма, ол енді біздің құзырымызда емес. Ал енді біз өзіміз болып бір-бірімізге осылай қол ұшын беріп көмектесуіміз керек деп ойлаймын. Бұл кісінің айтып отқаны Аралдағы Арал Тұз деген кәдімгі тұз шығаратын завод бар емес па? Компания ма? Сол Қытайға толығымен сатылып кеткен дейді. Ендігі мәселе, айтқан енді түсініңіздер, ар жағын Қытайдың қандай саясаты бар екен түбінде. Сондықтан бүгінгі күннен бастап Арал Тұз деген тұзды алмаңдар. Қытайға сатылып кеткені рас. Сондықтан мына супермаркетке барсаңыздар, таңдау бар. Российский илецкий соль бар, соль илецкінікі, соны алыңдар. Біріншіден, Қытайдың компаниясы ғой, енді оған қаржылай көмек көрсету сияқты ғой, тұзын сатып алған. Солмен Қазақстанның бүкіл халық сол тұзын алуды тоқтатса, ол компания банкротқа ұшырауы мүмкін. Ұшырамаса да доходы көбеймейді. Сондықтан осы күннен бастап Арал тұз емес, илецкий сольді алыңдар, российский соль илецкінің тұзын.